Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге осындай столдың сәнін келтіретін әдемі бәлішін жасалу жолын көрсететін боламын. 360 грамм сливочный береганы ерітіп, арнайы ыдысымызға құйып аламыз, және де масло міндетті түрде еріген болу керек. Оның үстіне 500 грамм сметананы саламыз. Осы рецепт бойынша 30 штук бәліш шығады. Мен мұнда 2 есе жасап жатырмын, өйткені маған 60 штук бәліш керек болды. Бір қалыпты араластырып болғаннан кейін үстіне жарты ас қасық тұз салып, барлығын араластырып аламыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін үстіне 200 грамм ұнымызды салып, оның үстіне 2 чайный ложка разрыхителді салатын боламыз. Сол кезде бізде разрыхитель ұнмен бірге араласқаннан кейін біздің тестомыздың арасында іртік-іртік болып жүрмейтін болады. Барлығын араластырып болғаннан кейін үстіне ұн салып отырып, кішкене қаттылау қамыр илеміз. Дайын болған тестомыздың бетін жауып 15 минутқа қалдыратын боламыз, және біз осы уақыт аралығында оның начинкасын дайындаймыз. Начинкасына 1 кг филе керек болады, 600 грамм картошка, 600 грамм пиязды пайдаланамыз. Филемізді қатты үлкен емес, қатты кіші емес етіп турап маринадтауға дайындаймыз. Дайын болған филемізге бір ас қасық тұз саламыз, және де мен осындай тауыққа арналған приправаны пайдаланып, маринадтап 15 минутқа қалдырып қоямыз. 600 грамм картофымызды ұсақтап, кубиктап турап шығамыз, ал пиязымызды мен арнайы блендерден өткізіп дайындап алдым. Дайын болған начинкамыздың дәміне қарай тұз және де бұрыш саламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін оның бетіне жаңағы маринадталған тауығымызды салып, барлығын бір массаға келтіреміз. Дайын болған қамырымызды 55 грамм және де 15 граммнан бөліп алып шығамыз. Дайын болған қамырымызды кішкене жұқалап жаямыз. Егер қатты жұқа болып кететін болса, онда өрген кезде прям әдемі болып шықпайды. Начинкасын салатын кезде мен тестосымен бірге қосып 130 граммды есептеп салып отырдым. Начинкамыздың бетіне 15 граммдық қамырымызды қойып, осылай видеода көрсетілгендей етіп біріктіріп алып шығамыз. Біріктіріп алғаннан кейін осылай шет-шетіне қарай кішкене ішіндегі начинканың барлығында жайып алып шығып, осылай видеодағыдай өріп алып шығамыз. Бәліштердің бетіне жұмыртқаның сарысын жағып күнжіт сеуіп аламыз. Менде печка қатты қызатын болғандықтан 150 градусқа 35 минутқа пісіріп аламын. Сіздерге видео ұнаған болса, менің арнама тіркеліп алыңыздар.